Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге балалардың сүйікті персонажы Молния Маквин тортының сыртын қалай қаптап, қалай әсемдеу керектігі жөнінде түсініктеме беретін боламын. 8 қабаттан тұратын шамамен көлікке ұқсастырып молочная девочка тортын жасап 8 сағатқа тоңазытқышқа салып қойған болатын. Міндетті түрде бетін пищевая пленкамен немесе кез келген пакетпенен жауып қою керек, ол қаясы кетпес үшін. Сол кезде торт әдемі болып сіңіп тұрады. Енді видеода көрсетілгендей жерлерін пышақтың көмегімен ойып машинаның формасын келтіретін боламыз. Сіздерге шаблон ретінде берілген картинаға қарап отырып, пышақпен артық жерлерін кесіп ойып алып тастаймыз. Оған фар, бак секілді керек емес артық жерлерін алып тастаймыз. Міндетті түрде тегіс қылып алуға тырысыңыздар. Бірден қатты ойық қылып алуға болмайды, кейін оны бүтей алмай қаласыздар. Көріп отырғандарыңыздай төбесі менде тым артқа кетіп қалған екен. Лобовой стеклосы анық әдемі болып көріну үшін оны алға қарай жылжыттым. Менің пышақпен ойған жерлеріме мұқият қарап отырып, ойып алып тастасаңыздар да болады. Енді оған ганашпен қаптайтын боламыз. Ганаштың рецептісін сіздерге астына міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Жасалу өте оңай. Водяная баняда шоколадты араластыра отырып ерітіп, оған бөлме температурасындағы жұмсақ сармайымызды араластырамыз. Сармай 82%-тан жоғары болу керек. Толықтай сармай шоколадқа аралас болғаннан кейін, оны салқын торттың үстіне жаға береміз. Міндетті түрде ганаш біркелкі етіп торттың барлық жеріне тиіп тұру қажет. Ганашты біз мастика еріп кетпес үшін жағатын боламыз. Ганашты қалай жақсаңыздар, солай қатып қалады. Сол үшін біркелкі етіп жағып шығуға тырысыңыздар. Бірінші жаққан кезде ганаш сұйықтау болады, кейін уақыт өте келе торттың салқындығымен ол жаймен қата бастайды. Ганашты жағып жатқан кезде қатты салмақпен басудың қажеті жоқ. Енді шпательдің көмегімен тортты барынша тегістеп болғаннан кейін біз ацетатная пленканың көмегімен тегістейтін боламыз. Ол үшін кішкене ғана қырқып алып, бұрыштарын кесіп алып тастаймыз да торттың бетін тегістеуге кірісеміз. Видеода сізге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Осыған қарап жасай берсеңіздер болады. Ганашпен толық қаптап болғаннан кейін подложканың бетіндегі артық шоколадтардың барлығын салфетканың көмегімен сүртіп алып тастаймыз. Сосын тоңазытқышқа қоямыз. Кондитерлік дүкендерде осындай сахарная бумагаға суреттер шығарып аламыз. Қыздар шатаспаңыздар, міндетті түрде сахарная бумагаға вафельная бумага бұл жерде тура келмейді. Қалғанын міндетті түрде осындай жабық пакеттің ішінде сақтау қажет. Немесе ол кеуіп кетеді. Жалпы сахарная бумага дегеніміз ол артында пленкасы бар, кәдімгі қағаз секілді жеуге болатын суреттер. Әрқайсысын осылай бөлек-бөлек кесіп аламыз. Осылай бір шетке дайындап қоямыз. Енді бізге қызыл мастика оқтау утюжок керек болады. Және мастика жабыспас үшін крахмал пайдаланамыз. Мастика тым жұмсақ болса, крахмалмен араластырсаңыздар болады. Менің мастикам қатты жұмсақ емес, сондықтан дәл солай пайдалана беремін. Және менің оқтауым силиконды бір тегіс болғандықтан мен утюжок көп пайдаланған жоқпын. Егер кәдімгі ағаш оқтаумен жаятын болсаңыздар, утюжок пайдалану керек. Мастиканы тым жұмсақ қылып жайсаңыздар, торттың бетіне қойып жатқан кезде ол жыртылып кетуі мүмкін. Тым қалың қылып жайсаңыздар, онша әдемі емес болып қалуы мүмкін. Сол үшін біркелкі етіп көзбенен жайып шығасыздар, 2-3 мм қалыңдықта. Тоңазытқыштан алған салқын торттың бетіне мастикамызды осылай жайғастыра береміз. Мастика тым жұқа емес болғандықтан, оны жетпей тұрған жерлеріне кішкене тартып болама, қалай түсіндірсем болады, солай жеткізіп жіберуге болады. Қолдың көмегімен асықпай біркелкі етіп жайып шығамыз. Егер арасында ауа болса, мастиканы кішкене көтеріп ауаны шығарып тастаймыз.
Утюжокпен тегістеп жатқан кезде қатты басуға болмайды. Утюжоктың шеттері бұрыш болғандықтан мастикада бұрыш із қалдырып қояды. Толық жайып болғаннан кейін пышақтың көмегімен артығын алып тастаймыз. Осы жерде сіздер шоколад қалып қойған болса, мастикаға жұғып кетеді. Оны да кейін пайдалана беруге болады, еш нәрсе қылмайды. Мастиканы бітіргеннен кейін картинкаларымызды орындарына қойып көреміз. Тура келеді ма, келмейді ма дегенде. Менің Молния Маквиннің көздері кішкентай болып қалыпты. Сол үшін мен көздерін қолмен жасаймын деп шешім қабылдадым. Басқаларын кәдімгідей жабыстыра береміз. Көзін жасау үшін ақ мастиканы жайып, кесіп, өлшеп, спирттің көмегімен машинаның бетіне қоя бересіздер. Көз мөлшеріңіз жоқ болса, кәдімгі линейкамен де өлшеп қойсаңыздар болады. Енді дөңгелек жасайтын боламыз. Дөңгелекке менде тура келетін форма табылмағандықтан кәдімгі банкадағы сгущенканың крышкасын пайдаландым. Сол кішкене кішірек тура келеді екен. Қара мастиканы жайып, дайын керек формамызбен ойып аламыз дағыны. Шеттерін туралап, картинкамызды жабыстырып, торттың бетіне спирттің көмегімен жабыстырып қоямыз. Екі жағынан 4 дөңгелек бір-біріне параллель тура ровно келу керек. Бір шеті оңға қарай, бір шеті солға қарай жылжып кетпеу керек. Дайындап қойған картинкамыздың артындағы клёнкасын шпажканың көмегімен алып, спиртті жаға отырып, мастикаға жабыстырамыз. Кейін ол мастиканы машинкаға жабыстыру үшін де спирт пайдаланамыз. Ретімен керек картинкаларымыздың барлығын ескі әдіспенен торттың бетіне жабыстыра береміз. Жабыстырған кезде арасынан ауа қалып кетпесін. Сол жағын қадағалаңыздар. Біздегі көліктің кескіні кішкене келіп қалды. Енді ары қарай сәндей береміз. Енді қара мастиканы осылай қолдың көмегімен жіңішке спираль жасап, торттың астыңғы бөлігіне жабыстырамыз. Негізі қара мастиканы қоймасаңыздар да болады, бірақ мен оны көлік расымен де дөңгелегінде тұрған секілді болып көріну үшін жабыстырамын. Визуалды түрде әдемі вид береді. Міндетті түрде қара мастиканың қалыңдығын біркелкі етіп жасауға тырысыңыздар.
Енді менің мастикаларым бітуге шақ қалды. Егер сіздерде қара мастика көбірек болса, өзін пайдалансаңыздар да болады. Бірақ мен қара мен ақ түсті қосып, біркелкі сұр түсті алдым. Енді оны мен торттың төбесіне жабыстыратын боламын және артына. Енді қызыл мастиканың көмегімен артында тұратын қанат секілді деталін жасайтын боламыз. Ол үшін оны бірінші кесіп алып, торттың артына қойып көреміз. Кейін оны бізге керекті қалыпқа орналастырып, кептіреміз. Біраз уақытқа оны алдын ала жасап қойсаңыздар да болады. Ары қарай көздің қарашығын мен фломастердің көмегімен бояй салатын болып шештім. Енді ары қарай маған торттың жанына баланың жасы менен атын жазу керек. Ол үшін мен шоколадты глазурьді водяная баняға ерітіп, осындай формаларға құю арқылы аламын. Бұл жерде мен 2 тортқа қажетті детальдарды жазып жатырмын. Ал бұл жерде мен қара мастиканың көмегімен торттың жанында тұратын терезелерін жасап жатырмын. Енді соңғы штрихтарына көліктің багының ізін қалдырып жатырмын. Негізі қатты басқан жоқпын. Егер қаласаңыздар, қаттырақ басып, кәдімгідей ізін қалдырсаңыздар болады. Баланың жазуы көрінбей қалғаннан кейін мен оның астына қара мастика төсеп жіберген болатынмын. Осымен біздің тортымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып қолдап қойыңыздар.